наверное, соң шыққан культура элек болмайдыр, ишітмеген мен аны. Оны кетірділер, Испарцет. Испартет? Испарцет. Испарцет. Я жил. Buranın burası Şenede bula, Gülene de var. Hani tağın yangadan çığa mümkün o çıkar. Buna şunu yiyeyim mi? Şunu mu Ispartet? Yaşlı bile yaşlı çıkar ama bana mal yaratı başlayınca. Шол исте қалды, мен мектепті тамамлағаш, урамда кетіп барам, далаға комбайн білен отырып бір өзім. Мен қашы оқытушы келді. Біз бит оқығанда алардан қорқадырық, алар шундай ірі кіші, біз уаққына, біз аларға қорқадырық, а бойы мен как будто на динозавр еду, а мен оқытушы бәләгей генә урамда мейтем, көрдің ме айтам. Ол менен қорқа башлады уже. Онда техника деген ол. Кстати, дұрыс айтасың, міне бар бір сондай. Ол бір жағынан аллегория, іші ол ірі бола, бұйық бола, а ішлемеген еді оғыра. Құлпыра керек түгіл дейін. Бірде құлпыра керек түгіл. Не марқым айтады, ішлеп бірсі де өлмеген деймін. Ішлеп дейін. Ішлеп бірсі де өлмеген. Сол қатлы мәқал барады, ата-анадан гүл айталар, метам алар бет. Мәктәпләрдә укымаганнар, надан халык, ашынды халыкны әйтемнәрен күп беләләр бигрәктә. Бәлки безнең халык шуның белән шат саклангандыр да. Туры сүз ни? Тәрбияләнгән шул мәкалләр биләр белән, әйтемнәр белән тәрбияләнгән. Bizde Svarnoy var, o indi pensiyada, Məcid, bugün yol aldı. O gül kızık söyleyip, doğru söylüyorsun dedi, kızık ettirip. Belki borusuna ertegen. Ana gördün mü özünde? Элек әти мархум айтадыр, балам де шоферға оқы, анардан яхшы эш юк ди. Чөнки ул нәрсә дип уйлады. Элек бездә бай, или без совхоз бай, шофер кайта да бер бутылка нихәтледер центр будайны даладан тияп алып кайта, утынны алып кайта, тигән алып кайта. Яри әтиемнең сүзен аңламадым. Шундан соң совхоз бетте, будай юк, утын юк, шоферлар эшсез, зар хакша бирделәр авылда. Алар инде нигә шулай дип әйткән. 12 елгы, а бу 80 елны 2 ел булсын мәсәлән, 80 елны Машина, трактор кулында булгач, бу үзенең кулында нәрсә кирәк шуны кайтасын дип әйткән. Кайтканда ул тегендә юлда утынны ташлап килә, шәнне ташлый әзрәк. А кемдер килә дә комбайнерга бер шиша тоттыра да, теге бункер будай бирә, вот сиңа, пожалуйста. Шулай диде ул аны. Авылда эшсез калды. Мин әйтәм, яри авылда калмадым. Авылда калсам башым битерим мин. Мин анда чабан булып йөрим, мал карап ишә. Ну, миңа әни мәрхүм тик сәләтемне аңлаган, балам кит, син авыл кешесе түгел, син шәһәр кешесе диде миңа. Мин шәһәргә килдем, хатта депутатта булдым. Миндә 2 йортым бар. Анда журналист буларак мин инде шундый салак, мин теге күбесенчә йөрәм, шундый сәяхәт яратам. Шундый язуларым бар, менә мин сиңа алга бирсә күрсәтәм, журнал, гәзит. Хатта Азербайҗаннан, Төркиядән, Казакъстаннан, Таҗикстаннан, төркия илләрдән минем язуларым анда керде. Татарларның кайда урнашкан, шулар хакында
бердім енді. Татарларны мен. Гел яклапты. Әйе, мына шуларны. Әни мархум тәрбиелидірі оқымышылы бол деп. Мен isen шағында оқып шық балам, біремге де керекпейсің, оқы балам деп. Көршіде келгені туғаны, міне де ақсияқ деп мінеме көрсететтігі. Сұқпанып қарасын деп міне ақсияқ ол деп. Ол тегі оқыған кішіні құрмат етедірі әни мархум. Аның әкесі шан болған, оқымышылы кіші болған, Кашпировский шекілі давалаған кішілерді қатты болған, 16 баласы болған анын. Қазақстанда да бір бабай етті мені. Мен сенің бабайыңның ісімді дей, мен болашақта дей, шона білен бардым, аны дей, ауылға алып келерге дей, шоғы үшкірсін деп, біздің бабай шол үшкірген шыларды. Дәрді арқылы үшкірген, құтырған қатынларды. Кімнен ителмеген оларды бірді үшкіріп, нетіп өзі үйленіп қойған шыға көп қатыны болған еді. Әйе, бір айтасы келі. Ишаны шондай текни болған еді ол. Білімлі кіші, шына көре даже большевиклар келіп аны атмағанлар даже. Қатта білгенлер кішілені. Аны даже диясы болған, диялері, дия сарайы болған шында. Ол тігі Леневки деген бір ауыл шында мәселен юрты болған. Шынасы ол тігі... То есть Оренбург өлкесінде... Әйе, Қазақстан. Әйе, бізден да бар Ашур деген ауыл, татар ауылы. Советлар шырында, Брежневшында 70 дия бар янда. 70 дия бар янда. Татар ауылда колхознықы, 70 дия бар янда. Колхознықы. Бумындан неше шақырым? Бумындан енді Оренбург мәселен, қазір айтам, 300. Шаллыдан 700 шақырым. 6-700 шақырым.